Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі дәрісімізді мектеп психологының кеңес беру журналын толтыруға байланысты жүргізгелі отырмыз. Кеңес беру журналы мектепке дейінгі ұйымдардың және жалпы білім беретін мектептердің, лицейлер мен гимназиялардың, мектеп алды сыныптарының, орта, арнаулы, қосымша, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтары үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі 130 бұйрығының 3 қосымшасына сай жүргіземіз. Осы бұйрыққа сәйкес кеңес беру журналы мектептегі психолог санына қарамастан бір данаға болады. Кеңес беру журналының бөлімдеріне тоқталып кетейік. Кеңес беру журналы клиенттің реттік санын жазу бөлігінен және келесі бөлігі клиенттің жасын толтыруға, одан кейін клиенттің жынысы, есімі, сұраныс, ұсыныс, ескерту бөлігі және кеңес берушінің аты жөнін жазу бөліктерінен тұрады. Осы жерде айта кететін жайт, кеңеске келушінің есімін жазған кезде оның бас әріптерін және келген клиенттің ата-ана болса онда А, оқушы болса О, сынып жетекші болса С, Ж деп толтыруды ұсынамыз. Әрі қарай кеңес беру журналының маңызды бөліктерінің бірі ол сұраныс бөлігі. Біз осы кеңес беру журналының сұраныс бөлігін қалай толтыруымыз жөн? Осыған тоқталып өтейік. Жалпы, жасөспірімнің психологқа жүгіну себептері әдетте адамның қандай қиындықты бастан кешіп жүргеніне байланысты. Сіздерге кеңес беру журналы бойынша толтыруға ең көп таралған сұраныс түрлерінің құрылымды тізімін ұсынғалы отырмын. Кеңес беру журналының ең маңызды бөлігінің бірі ол сұраныс бөлігі. Жасөспірімнің психологқа жүгіну себептері әдетте адамның қандай қиындықты бастан кешіп жүргеніне байланысты. Сіздерге кеңес беру журналы бойынша толтыруға ең көп таралған сұраныс түрлерінің құрылымды тізімін ұсынамын. Яғни, осы ұсынымдар арқылы сіздер кеңес беру журналының сұраныс бөлігіне дәл осылай жазуларыңызға болады. Әрине, клиенттің сұранысына сәйкес. Бірінші ол эмоциялық қиындықтар. Әдетте жасөспірімдер мазасыздық, үрей, қорқыныш, депрессия, көңіл күйдің төмендеуі, созылмалы стресс, шамадан тыс жүктеме, кінә, ұялу, өзін өзі қабылдамау сияқты мәселелермен келеді. Кеңес беру журналының сұраныс бөлігіне дәл осылай сұранысты толтыруға болады. Екінші, жеке тұлғалық даму және өзін-өзі тануға байланысты мәселелері. Өзіндік бағалауды көтеру, өзін-өзі тану, мақсатын түсіну, сенімділігін арттыру, қабілеттері мен мықты жақтарын анықтауға қатысты мәселелерді дәл осылай жазуға болады. Одан кейінгі бөлігі қарым-қатынас және коммуникацияға байланысты сұраныстар. Әдетте жасөспірімдер отбасында қиындықтарға сәйкес мәселелерді бөліседі. Ата-ана мен бала арасындағы, ерлі-зайыптылар арасындағы, достарымен арасындағы немесе сыныптарымен арасындағы қиындықтары, ата-ананың ажырасуын, айырылысуын еңсеруіне байланысты қиындықтар, кикілжіңді шешу, шекараны орната білу деген сияқты қиындықтармен бөліседі. Сұраныс бөлігіне дәл осылай жазуды ұсынамын. Одан кейінгі жасөспірімдерде көбіне кездесетін мәселелер ол шок, жарақат, ауыр оқиғалар. Яғни жақын адамның өлімі, жоғалту, қайғыны еңсере алмау, травмалық жағдайлар, жол апаты, зорлық, агрессия, тағы басқалары. Дәл осылай сұраныс бөлігіне толтыруға болады. Және жасөспірімдер арасындағы сұраныстың ең көбі мектептегі қиындықтар. Буллинг, өзін-өзі бағалау мәселелері, жасөспірімдік дағдарыс. Дәл осылай сұраныс бөлігін толтырғаннан кейін, әр қарайғы сұхбат барысында психолог клиентке ұсынатын ұсыныстарын толтырады. Ал ұсыныстар бұл клиенттің қажеттілігіне, шағымына және мақсатына қарай психолог тарапынан берілетін бағыттау немесе тәсілдер дегенді білдіреді. Әр қарай сіздерге сұранысқа сәйкес психологиялық ұсыныстардың үлгілерін айтып өтейін. Сонымен, біз клиенттің
сұранысын анықтадық. Әрі қарай ұсыныс беруіміз қажет. Мысалы, стресс, күйзеліс, шаршауға қатысты біздің мақсатымыз мынадай ұсыныстарды беру. Эмоциялық реттеуді, энергияны қалпына келтіру. Ол үшін дем алу жаттығуларын, диафрагмалық тыныс алуды, когнитивті бихевериалды терапияны. Дәл осылай клиенттің сұранысына сәйкес ұсыныстарды талқылаудың барысында ұсыныстарды жазып отырасыздар. Кеңес беру журналының келесі бөлігі ескерту бөлігі. Ескерту бөлігіне клиенттің телефон номерін, ата-анасының телефон номерларын, немесе қай уақытта кездесуді әрі қарай жалғастыратындығыңыз жөнінде ақпараттарды жазып толтыруға болады. Одан кейінгі кеңес беру журналының бөлігі ол консультанттың аты жөні жазылатын бөлігі. Дәл осылай мектеп психологы кеңес беру журналын әр күн сайын әр клиентпен сұхбаттың барысында толтырып отыруды жөн деп айтар едім. Психологтың кеңес беру бағыты бұл өте маңызды. Ал сол бағытты кеңес беру журналында дұрыс кәсіби тілде жүргізе білу бұл қажеттілік. Менің бүгінгі дәрісім сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамын. Сіздердің істеріңізге береке және табыс пен сәттілік тілеймін.